Сәлеметсіздер ме? Көктемнің күнінде құлпырған қыз-келіншектер, құрбылар, мен бүгін сіздерге ең оңай жолмен тігілетін тік жағаны, яғни стойка воротникті дайындап қойдым. Әрі қарай қалай пішілуін, қалай тігілуін көрсететін боламын. Келесі видеода фантазия ватник стойка жағасын көрсетіп видеоға саламын. Сол видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушамен лайк басып, каналыма тіркеліп кетсеңіз болады. Жалпы біз алдыңғы видеоларда көрсеткендей лекаланың жағаны қондыруға керекті жерлерін дайындап аламыз. Мен қазір өңірлерін қырқып дайындап алдым. Алдыңғы өңірі екі часть бүктеліп тұр. Енді қараңыздар, мен сіздерге қазір мойны мен алдыңғы бір-біріне иық сызықтарын беттестіріп, жалпы мойынның өлшемін алып жатырмын. Жалпы қанша сантиметр шығатын. Біз қазір соған қарай стойка воротнигіміздің размерін шығарамыз. Бізде мойын 22 болып тұрса, менде 22-ден сәл ғана асық не тұр. Жағаға арналған мата тұр. Біз лекаланың бетінен дайындап түсіріп алдық. Енді осыны қиып аламыз. Қиып алған деталімізға астына призелинін жапсырып дайындаймыз. Жалпы стойка воротниктің жалпы көрінісі сіздерге түсінікті болу үшін. Қазір енді осыны біз мата бетінде дайындап шығамыз. Бұл біздің жағамыз. Астына уже мен дублереннің үтікпен басып жапсырып қойдым. Енді осы детальдарымызды біріктіреміз. Жалпы стойка воротниктің жалпы өлшемі, көрінісі мынау, жалпақтығы, яғни ширинасы жалпақтығы 3 немесе 4 сантиметр болса бізге жеткілікті болады. Енді мен иық сызықтарын қосып шығамын және осыны машинкада тігіп, жағаларын тігіп, бір-біріне орналастыруға дайындап аламыз. Мен қазір машинкада тігіп алдым. Мынандай қылып жағаның ұштарын кертіп шығарамыз. Сөйтіп жағаны оңына қарай айландырып аламыз. Дайындап алған жағамызды мойын ойындысына көктеп аламыз. Қазір мен иық сызықтарын қосып жатырмын. Жалпы осылай өткен видеоларды көрген болсаңыздар, жалпы сіздерге жалпы картинка түсінікті деп ойлаймын. Алдағы уақыттарда негізі онлайн курстарына қатыссаңыздар болады. Білімдеріңізді тереңдетсеңіздер. Онлайн курс әрине екі бағытта жүретін болады. Ол жаңадан үйренушілерге және бұрыннан тіге алатын кісілерге күрделісін үйренуге екі бағытта жүретін болады. Жалпы біздің мойнымыз дайын болды. Енді осы дайын болған мойынға орта сызықтарын, серединаларын қайшымен шертіп дайындап аламыз. Жағаның күнінде дайын тұр. Енді соларды инемен бұлақпен қыстырып аламыз. Көктеп шығамыз. Міндетті түрде көктеп аламыз. Көктеп алған бұйымдарыңыз қайта-қайта сөгіп, бұйымдарыңызды құртпауға өте таптырмайтын нәрсе. Бұлақпен қыстырамыз. Жалпы бұл өтіліп жатырған осы нәрселердің бәрі алдағы уақыттарда онлайн курстарға қатысып жатсаңыздар өте керек болады. Жалпы сабақ барысын оңай игеріп алғанға. Сондықтан да сіздерге кеңес беремін. Видеоларды, бұрынғы салған видеоларды толығымен көріп шықсаңыздар, каналға тіркеліп, жаңадан үйренетін кісілерге өте оңай соғады. Жалпы біздің жағамыз дайын болып қалды. Енді мен ішкі несін орналастырып, үтікке басып,
жаңағы 0,5 сантиметрге қайырып, мына бірінші көктеп алдым. Мына көктеп алған жерді енді 0,1 миллиметр қып шетінен бастырып машинка тігісінде тігіп аламыз. Міне жалпы біздің жағамыз дайын болды. Міне өзіне түстес жіпті әрине таңдап аламыз. Міне мен қазір 0,1 сантиметр тігіп алдым. Міне менің жағам дайын болды. Құрметті қыз-келіншектер, құрбылар, келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Видеоны тамашалағандарыңызға аяғына дейін көп рахмет. Комментарий жазып қалдырсаңыздар болады. Қай жері түсінікті, қай жері түсініксіз деген сияқты.